Қазіргі жастарға, шабандоздарға бір әңгіме айтыңызшы. Қазіргі шабандоздар айналайын жігіттер, мынау кәдімгі біздің ата бабамыз, түп бабаларымыз ұқсап шапсаңдар айтады. Айналайындар мына бөлінгеннен кейін таза шабыңдар, дүние қумаңдар, дүниені қолдың кірі, оған жоламаңдар, таза шабыңдар, кәдім көкпарды тақымға басып, жетекке деген, байлау деген, тұзақ салу деген ол дұрыс емес. Мінекей, біздің ең соңғы келгеніміз қазіргі мен енді ойлағам. Осы көкпар құрып кететін болды. Мен өлгенше бола тұрса екен дегім. Бірақ көкпар құрып баратыр еді. Мына ипподром деген қазір жақсы болды, өте жақсы болды. Бұл ипподром мен енді өте қуанып жүрмін. Ипподромда да жаңағы шабыс әдемі тек шабылады. Бірақ мына жалпы көкпарды жида бұзып барасыңдар. Айналайындар тегі осы таза шапсаңдар қайтеді. Осы көкпарды таза шауып, таза ойнап, қазақтың ойынын осы мен ойлаймын футбол қатарына, балетбол қатарына қоссаңдар деп қуанып жүрмін мен осыны. Осыны әр жерде айтып жатырмын. Рахмет көке. Рахмет. Жасыңыз 100-ге жеткенше осы көкпардың ішінде жүре беріңіз әрқашанда. Жоқ, жүре беремін ғой, 1000-ға жетсем де жүре беремін. Бірақ енді менде өзімде ат болмай жатыр. Мына 2 ат сатып мынаны алдым. Бірақ бекер неған екем деп отырмын да газельге салып